Төмендегі схема бойынша пускателіміз жиналды. Пуск арқылы бұл қосылды. Стоп арқылы бұл сөнді. Ассаламағалейкум. Бұл бейнеде, яғни пускатель, магнитті қосқыш, соны қосу сұлбасы үйрететін боламыз. Бұл видео оның алдында каналымда бар. Жалғыз пуск пен стоп батырмалар арқылы асинхронды қозғалтқыштың қосу сұлбасы, дәл осы сұлбаны біз үйренген болатынбыз. Қызық болатын болса, соны көрсеңіздер болады. Ал бүгін бұл схемадан өзгешелеу, яғни бүгін тепло реле, яғни жылу релесі қосылады. Бұның схемасы енді мұндай болмайды, басқаша болады. Бұл схема осылай көрсетіледі. Яғни пускательға жоғары жақтан, яғни автоматтан фазалар келеді. Дәл осы L1, L2, L3-ке қосылады автоматтан пускатель. Одан кейінгі бұл M деген мотор, яғни асинхронды қозғалтқыш. Асинхронды қозғалтқышқа дәл осы астынан жалғанады. Бірақ бүгін біз дәл осыны жалғаймыз, бұның дәл астына. Өйткені бұл не үшін қажет? Бұл реле асинхронды қозғалтқышты қызған жағдайда автоматты түрде бұл қорғайды. Яғни осы жерде қызыл батырмасы бар стоп деген кнопканы көріп тұрсыз, дәл осы жүзеге асырылады. Бұл тепло реленің, жылу релесінің дәл осы жерде амперажы көрсетілген. Бұл керекті амперға қоюға болады. Яғни 7 ампер, 8 ампер, 9 ампер, 10 амперға дейін қоюға болады. Бұл асинхронды қозғалтқыштың қуатына байланысты амперметрді қоямыз. Бұл жылу релесі NO дегеніміз екі контактысы, яғни бұл ашық контакт, бұл жабық контактылар NS, яғни орысша замкнутый контакт деп аталады. Бізге дәл осы контактылар қажет. Енді тестермен тексерсек, прозвонкаға қоямыз. Дәл осы жылу релесін тексереміз. Мәне жұмыс жасалып тұр. Енді стоп батырмасын бассақ, бұл істемейді. Дәл осы функция жүзеге асырылуы тиіс. Енді оның алдындағы схемаға өзгешелігі, яғни осы жерде, оның алдында біз видеода осыны көрсеткен болатынбыз. 13-14, яғни қосымша контактылар міне 13, міне 14. Стоп батырмасына 3-ші фазадан кеп тұрады. Яғни пускательға 3-ші фазадан кеп тұрады. Стоп батырмасына. Стопқа фаза кіреді. Стоптан шығып, пускқа кіреді. Сол жерден қосымша контакты 13-ке кіреді. Одан кейінгі разрыв и 14, қосымша контакт 14 келетті пускательдің келесі жағына, пусктың келесі жағына жалғанады. Одан ол A2-ге барады. A2 деп отырғанымыз осы жерде орналасқан. A1, A2, яғни бұл пускательдің катушкасы. Катушканың ішінде дәл осындай көрсетіледі. Қазір бізде катушка дәл осылай тұр. Яғни бір жағында фаза жалғанса, бір жағынан 0 жалғанады. Жаңағында 14-тен біз аламызды, A2 дәл астында тұр. Соған біз переметчика бере саламыз. Сонда осы жерде жүзеге асырылады. Енді катушкаға фаза келді осы топ арқылы. Енді бізге 0 келетті. Бізге дәл осы жер сұлбаны жинаймыз. Осы сұлба бізде реле болып табылады. 0
замкнутый контактқа кіреді, одан шығып, яғни бізге келеді A1-ге. Бар схемасы осындай. Қазір бұны жинап көрейік. Мынау астын енді ашып аламыз барынша. Өйткені реле кіру керек. Сол реленің астынан 3 фаза асинхронды қозғалтқышқа кіреді. Міне, дәл осылай жалғанады. Тексеріп аламыз. Енді бізге осы стоп және де пуск батырмасы керек. Фазаны әкеліп, фазаны әкелеміз. Фаза келеді. Схеманы осы оқып қойып, түсінікті үшін. Фаза кіреді, стоп батырмасына кіреді. Мен бізде міне стоп. Дәл осы жерге жалғаймыз. Стоптан шығып, пускқа жалғанады. Келесі жағынан біз аламыз. Яғни стопқа кірді, стоптан шығып, пускқа кіреді. Дәл осы жерде жүзеге асырылды. Енді дәл осы пуск осы батырмадан келеді, қосымша контакты 13-ке кіреді. 13 міне тұр. Түсінікті болу үшін қайтып айтып жатырмын. Яғни болашақта электрик болам деген адамдар көретін болса, немесе электрик болып жұмыс істеп, осындай практикалық жұмыс керек болып жатқанда осындай видео көрсе дұрыс болады. Одан кейін 14, бізде керек 14. 14 бізде төменде орналасқан. 14 келеді, пусктың келесі жағына жалғанады, яғни 14-тен мына жағына жалғанады.
Және де 14-тен келіп, бұл батырма A2-ге, яғни катушкаға кету керек. Біз оған катушкаға осындай перемычка тастай саламыз. Дәл осы 14 контактысынан. Енді схеманың мына жақ бөлігі, яғни 0-ді жалғаймыз, 0-ді әкелеміз. Дәл осы жаңағындай біздің релеміздің осы бөлігіне жалғаймыз 0-ді. Одан кейінгі келесі бөлігін түсінікті болу үшін міне қазір жалғап болғаннан кейін мінекейіңіздер A1 катушкадан бізде міне A1-ден шығып бізде реленің дәл осы бөлігіне жалғанады. Яғни бізде схемада осы жерде жалғанып тұр. Одан кейінгі разрыв, одан кейінгі мынау бізде 0. Міне разрыв, и бізде мына жақта 0 кетіп тұр. Мінекейін осы схеманы біз жинадық. Енді біз қосып көреміз. Питание береміз. Яғни пуск батырмасына басамыз. Міне дыңылдап тұр. Яғни бұл пускатель жұмыс істесе, енді бізде асинхронды қозғалтқыш жұмыс істеліп жатыр деген сөз. Стопты басамыз. Міне жүзеге асырылды. Ал енді бізде пуск басқан кезде двигательға, яғни қызып жатыр. Сол кезде бұл реле өзін автоматически түрде сөндіреді. Яғни осы функция бізде схемада жасалдық. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.